Ассаламуалейкум, Алты Алаш, сіздермен біліп жүр арнасы. Қасиетті халқым, Тоқаев туралы сұмдық сыбыс тарап кетті. Жалғастырмас бұрын, билікке қарсы тұратын, Джакишевті қолдайтын ой көкірегі ояу азаматтардың арнасына, яғни бізге тіркеліңіз. Біз бүгінгі күнге дейін 200 мың алаш баласын жинадық. Сіз де қосылыңыз, және шындықтың тарауына қолдау көрсетіп, видеоға лайк басыңыз. Аямаңыз. Ал енді бастайық. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Өткен аптаның соңында билікшіл бұқаралық ақпарат құралдары бұрынғы екі жемқор шенеуніктің үстінен қылмыстық іс қозғалғаны туралы мақала жариялады. Біріншісі Бауыржан Байбек, оның үстінен қылмыстық іс қозғалды, өзі шетелде. Ал екіншісі Нұрлан Нығматулиннің сыңары Ерлан Нығматулин қамауға алынды. Ал Нұрлан Нығматулиннің өзі сонау Лондонда. Ал жалпы Нұрлан Нығматулин де, Ерлан Нығматулин де, Бауыржан Байбек жалпы осы қазір елдің назары түсіп отырған жемқорлардың барлығын осыдан бір жыл бұрын Жанболат Мамай әшкерелеген болатын. Деректі фильм түсіріп, нақты дәлелдермен көрсеткен болатын. Ал Бауыржан Байбек оны өзінің қолындағы, яғни Назарбаевқа бағынышты сот арқылы жазаламақ болып, тіпті үлкен айыппұлдар салып Жанболат Мамай мен оның жары Ингай Иманбайға жүргізуші куәлігінен де айырған болатын. Енді міне араға бір жыл салмай Бауыржан Байбектің басына қара бұлт үйіріліп, ол міне қылмысты болып отыр. Бірақ мұның барлығында аса бір маңызды ештеңе жоқ. Өйткені Бауыржан Байбекте, Нығматулиндерде жалпы Жанболат Мамайдың фильмдерінде кейіпкер болған Сапарбаев, Көшербаев, Асқат Дауылбаев, Алтай Көлгінов, Қайрат Сатыбалда, Кәрім Мәсім, бұлардың барлығы әлде қашан сотты болу керек еді. Әлде қашан қазір сотты болып түрменің төрінде отыру керек еді. Бірақ қаңтардан кейін ғана, қос биліктің уақыты біткеннен кейін ғана сәл өзгерістер болды. Оның өзі халықтың ұпайына емес, Тоқаев билігінің және Тоқаев билігіндегілерге ғана ыңғайлы болды. Әйтпесе, Бауыржан Байбекті ғана соттамай, немесе Нығматулинді соттамай, барлығын қамауға алу керек еді. Қазір Бауыржан Байбек немесе Нығматулиндер істі болып отыр. Бұлар Тоқаевпен қос биліктің кезінде де жұлдызы қарсы болған. Тоқаевпен Бауыржан Байбектің де, Нығматулиндердің де арасы өте ушығып тұрған. Бірақ қаңтардан бері олар сыртқа барып жайғасып алғанша Тоқаев билігі оларға тиіскен жоқ. Себебі қазір жазықсыз абақтыда отырған Жанболат Мамайдың абыройын көтермес үшін, яғни халық міне кезінде Жанболат айтып еді, сол расқа айналды деп, Жанболаттың абыройы көтеріліп кетпес үшін осы уақытқа дейін созды. Бірақ ұзаққа шыдамады. Өзі мынау сайлау алдында саяси ұпай жинау үшін осы екеуіне қылмыстық іс ашып отыр. Бұл аса бір қуантарлық жағдай емес. Өйткені бұның барлығы көз алдау. Әйтпесе Сапарбаевты зейнетке жіберіп, оның інісіне әкімдік қызметті берді. Көшербаевты мұртын балта шаппай демалыста, Жақсыбеков те отыр, Асқар Мәмин де отыр. Түкте болған жоқ. Егер Нұрлан Нығматулинді қамағысы келсе, осыдан 10 күн ғана бұрын ол Астананың төрінде Мәминмен кездесіп, Жақсыбекпен кездесіп, келесі күні Лондонға ұшып кетті әуежайдан. Ешқандай кедергі болған жоқ. Сол кезде ұстайтын еді. Бұның барлығы саяси ойын, халықты алдау. Ал қазіргі өзекті мәселе ол халықтың хал ахуалы. Өздеріңіз білесіздер, қазір жер алу қымбат болды қазақтарға. Жер алса оған үй салу қымбат, мүмкіндік болмады. Өйткені құрылыс материалдары қымбат болды, жұмыс күші қымбат болды. Сөйткен қазақтар пәтер жалдап күн көрді. Енді пәтер жалдаудың өзі мұң болды. Өйткені қазір мынау Ресейдегі Путин жариялаған мобилизациядан кейін, содан қашқан, соғыстан қашқан ресейліктер Қазақстанға ағылып жатыр. Босқындар көптеп келіп жатыр. Соның себебінен қазір 2 бөлмелі пәтердің өзі 500 мыңнан басталып, миллионның үстіне шығып кетті. Ал әбден санасын тұрмыс билеген, ақшаны ойлаған кейбіреулер сол 200 мыңға тұрып атқан, 150 мыңға, 300 мыңға тұрып атқан қарапайым қазақтарды шығарып, ресейліктерді кіргізіп, сол қалтасын қампайту үшін қаншама отбасыларды қазір далада қалдырып жатыр. Оған бас ауыртып отырған билік жоқ. Оған қадағалап, неге көтеріп жатсыңдар, не себепті көтеріп жатсыңдар деп, оларға тоқтау салып, халықтың жағдайын ойлап отырған Тоқаев билігі жоқ. Үкімет ол тіпті дәрменсіз. Тоқаевтың аузына қарап отырғандар.
Ал енді осындай жағдайда Тоқаев билігі миллиардтаған қаржы шығарып кезектен тыс сайлау өткізіп жатыр. Өзінің билігін нығайтпай қойымен Назарбаевтар қайта шабуылға шығады, биліктен айырылып қаламыз деген ол бос әңгіме. Қазақстан халқы Тоқаевқа 8 ай уақыт берді сол бұрынғы Назарбаевтарды талқандауға. Бірақ ешқайсысы тиіскен жоқ. Қайрат Сатыбалды көз қылып қазір соттамақшы. Қалған Назарбаевтардың барлығы өздерінің сол байлықтарына ие болып, жалған жалпағынан басып өмір сүріп жатыр. Ал халық қазір қиыншылықта, азық-түліктің бағасы аспандап тұр. Оны ойлап отқан билік жоқ. Өйткені бізде қазіргі билікте бұрынғы билік сияқты халықты ойламайды. Олардың бар ойлағаны өздерінің билігін ұзарту. Тоқаев қазір сайлауды өткізіп, қазір 69 жаста болса, 76 жасқа дейін отырмақшы. 76 жаста ол 7 жылда кім бар, кім жоқ. Өзінің жанына Ерлан Қарин сияқты, немесе қазір Ерлан Қошанов, тіпті президент әкімшілігінің жетекшісі Мұрат Нұртілеуді де алып шығуы мүмкін. Әрине ол Мұрат Нұртілеу елдің алдына шығып жүрген адам емес, ондай шенеунік емес, бірақ 7 жылда бәрі өзгеруі мүмкін. Сөйтіп Тоқаев өзінің артын жабатындарды қалдыру үшін қазір 7 жылға мығым отырмақшы. Сол себепті қазір заңсыз, мезгілсіз сайлау өткізбекші. Ал халықтың жағдайы өте қиын дәл осы уақытта. Тоқаев билігі оған бас ауыртып отырған жоқ. Бұлардың ойлағандары тек қана өздерінің қарақан бастары. Ал енді билік осындай әрекет жасап жатыр, ешкімді ойлап отырған жоқ. Жанболат Мыңбай сияқты азаматтар түрмеде ұстап отыр. Егер Тоқаев билігі, Тоқаевтың жеке басы өзі мынау бас істейтін болса, ертеңді ойлайтын болса, тіпті өзінің ертеңін ойлайтын болса, Жанболатты бостандыққа шығару керек. Бүкіл Назарбаевтарды әшкерелеген, Назарбаевтармен күрескен Жанболатты абақтыда ұстамау керек. Өйткені олар көріп біліп отыр. Жанболатты абақтыда ұстап, бәрібір бұлар тыныш отыра алмайды. Ол дүниежүзілік ірі құқық қорғау ұйымдары мәлімдеме жасап жатыр. Еуроодақ мәлімдеме жасап жатыр. Депутаттар, сыртқы барлық үлкен беделді ұйымдардың барлықтары өздері қатқыл мәлімдеме жасады, және оны Тоқаев билігінің алдынан ол шыға береді. Халықтан ешкімге сенбейді билікке. Жанболаттың жазықсыз екенін бәрі көріп отыр. Сол себепті Тоқаев билігі мынау елдің ертеңін ойласа, Жанболатты бостандыққа шығарып, шынайы саяси реформа жасау керек. Өйткені қазіргі билік әлжуаз билік. Қарасаңыз Тоқаев та, екінші адам Сенаттың төрағасы Мәулен Әшімбаев та бұлталақтаған, жалтақтаған, әлжуаз, сондай адамдар. Өйткені себеп оларды халық сайлаған жоқ. Яғни ол Зеленскийді мысалға келтірейін. Зеленский енді соғыс кезіндегі Зеленский емес, соғысқа дейінгі Зеленский қандай болды? Қажырлы, қайратты, нақты сөздері бар. Ал біздің биліктен ондай шықпайды. Өйткені біздің биліктің қолы қанға малынған, әділетсіз сайлаумен келген және жемқорлыққа белшесіне батқан. Ал ондай билік дербес саясат жүргізіп, сондай бір батыл қадамдар жасай алмайды. Әрине, саясатта, елді басқаруда сабырлық керек, байсалдылық керек, 7 рет өлшеп 1 рет кесу керек. Бірақ сонымен қатар нақты шешімдер жасай алатын, нақты қадамдарға бара алатын батылдық та керек. Ал жемқорлықпен, әділетсіз сайлаумен билікке келгендер ешқашан батыл қадам жасай алмайды. Осылай Қазақстан халқы қиын жағдайда өмір сүре береді. Кім көрінген шекарамыздан өтіп келе беретін болады. Сондықтан ардақты ағайын, біз билікке өз талаптарымызды қойып үйренуіміз керек. Алаңдарға шығуымыз керек. Митингке шақырған кезде шығып, елдің қарасын көбейтіп, елмен бірге тұру керек. Өйткені бүгінгі билік елдің ертеңін ойлап отырған жоқ. Бұлар өздерінің ертеңін ойлап отыр. Елдің ертеңін ойласа, қазір мынау елде дұрыс идеология қалыптастырып, ұлтты мықты қылып, халықты мықты қылып, халықты тәрбиелеп, мынау мемлекеттің іргетасын мықты қылуға әрекет жасар еді. Бірақ сол баяғы ақындарды, жағымпаздарды сайлау туралы үгіт насихатқа жұмсап жатыр. 20 қараша сайлау болады тамаша, мен қуандым балаша деп ақындар өлең жазып жатыр қазір. Кешегі Назарбаевты мақтағандар солар. Қазір Тоқаевты мақтап жатыр. Ешқандай өзгеріс жоқ. Сол азып тозған зиялы деген адамдар, өйткені олар өздері азып тозбай, қарапайым халықты да азып тоздырды. 30 жыл бойы бізде идеология болған жоқ. Қазірде бізде идеология жоқ. Бір ұлтты, бір жұдырық қылатындай ешқандай әрекеттер жоқ. Өйткені бытыраған, сондай бір талан-таражға түскен, бір-бірін жеуге дайын тұрған халықты басқару оңай. Дәл сол әрекетпен, дәл сол әдіспен
Тоқаев билігі де халықты алдағы 7 жылда басқармақшы. Бұған баршамыз қарсы тұруымыз керек. Жанболаттың бостандығы үшін, елдің ертеңі үшін бәріміз күресуіміз керек. Біз ақиқатты айғайлап, шындықты шыжғырып айта береміз. Арнамызға жазылыңыздар, пікір жазыңыз. Пікір жазып, лайк бассаңыз, көптеген адамдардың көруіне сіз мүмкіндік бересіз. Соған үлес қосыңыз. Назарларыңызда болған абзал достар, келесіде жүздескенше.